Салмақ тастап жүргенде пиццаны осылай дайындаймын. Ең алдымен 40 грамм овсянкаға дәміне қарай тұз қосамыз. 2 белок, 1 желтоқты қосып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Сковородкамызды алдын ала орташа отта қыздырып алып, дайын болған массамызды құямыз. Әрбір бетін 2-3 минуттай пісіретін боламыз. Егер сковородкаға жабысып қалады деп ойласаңыз, онда сковородканы кішкене щеткамен майлап жіберсеңіз болады. Овсяна блинымыз дайын болды. Енді бетіне мен осындай барилла соусын қолдандым. Бетіне барилла соусты жағып шығамын. Және менде піскен тауық еті және жылқы еті бар. Екеуін араластырып, пиццаның бетіне орналастырамын. Ары қарай бетіне сырды сеуіп, микроволновкада сыр ерігенше 30 секундтай ұстаймыз. Бар болғаны 10 минуттың ішінде осындай дәмді пицца дайын болады. Егер салмақ тастап жүрген болсаңыз, немесе дұрыс тамақтанып жүрген болсаңыз, пиццаны осылай дайындасаңыз болады. Рецебім ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен оңай әрі қолжетімді ПП рецептермен бөлісемін.